Ереге бір сұрақ қойыңызшы, мысалы бізде 8 метрлік кілемдер бар ғой, ауыр кілемдер. Солар мысалы жуған кезде ортасы майыспай ма, мысалы ертең кейін уақыт өте? Қараңыз, жәке, мен сізге түсіндірейін. Майысып кетуі мүмкін деген. Мысалы давлением маған түседі, дұрыс па? Ол давлением маған түседі. Мынау қараңыз. Да, видеоны жақындаңыз, прямой кетті ар жаққа қарай. Одан кейін ол еще давление маған түседі ма, ол давление мына жерге тағада түседі. Ол давление маған басады ма, мынаған басады. Енді қараңыз. Мынаның астына қараңыз, мынаның астында қаншама бағана не бар? Былай қараңыз, былай келеді. Перпендикулярно. Перпендикулярно. Қанша штук бар? Санаңыз. Бар екен, иә. 2, 3, 4 па? 1, 2, 3, 4, 5 штук. Мынадан былай тағада кетеді. Мынаның бәрі, короче, бір-біріне связано, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді қалай майысады мынау? Иә. Мына мүмкін емес дейді майысу. Мүмкін емес. Бұның майысу немесе баған изгип беру мүмкін емес. Мүмкін емес, иә, көрініп тұрған металдар. Көзбен қарасаңда. Бұл енді несі? Мынаның бәрі нержавейка. Нержавейка, иә? Корпус. Нержавейка. Енді галванизация бар, мысалы, мынау. Мына жерге мысалы мынау не ғой? Сіздің корытаңыз. Иә, иә. Bunlar miller hepsi krom. Mınaның бәрі нержавейка. Мынаның бәрі нержавейка. Hepsi krom. Нержавейканы қаяқтан білеміз? Сырты корпус пластмасс болады. Нержавейкадан. Шермеу үшін да? Yani şu civatalar dahi krom. Мыналардың бәрі не? Нержавейка. Бәрі нержавейка. Болттар бәрі нержавейка. Көрініп тұр, иә. Қымбат. Мынау комплект. Қараңыз. Мынаның бәрі айналады. Мына кілемді салған ғой, иә. Әшейін просто кейбір заводтарда болады ғой, әшейін просто нержавейкада істей салады. Иә. Мынау ондай емес, қараңыз, полностью моно. Полностью салыңыз шындай жерге. Көрдіңіз ба? Мына қалыңдығы қараңыз. Қалың, иә. Мынаның бәрі айналады, қараңыз жерге. Мынаның бәрі айналады. Кілем сағанда қиналмайсың. Қараңыз, 1, 2, 3, 4. Мынаның қанша 2 метр бар, değil mi? Мына 2-ден көп десең, 2-20 шығар. Şu кезде siz 4 метр кілем салған кезде 1 метр былай шығып тұрады, 1 метр ар жақтан шығып тұрады. Сосын қараңыз, айналған кезде дөңгелектері ар жаққа айналады. Мынау нержавейка. Көрініп тұр, иә. Мына оборудованиені қосқан кезде мен қазір тағы да ана жақта действующий оборудованиені көрсем, бірақ қана кнопканы басасыз. Elektrik panosunda görsün. Bak yan taraftaki makineden program atılıyor. Қараңыз, программировать еттік орысшаға. Надо будет қазақшаға да программа не қыламыз. Иә, орысша болады ғой. Қараңыз, мына полностью мынаның бәрі не? Импортный нелер. Немецкий нелер мынаның бәрі. Включательдер, да? Inverterler Mitsubishi abi. Bunlar hepsi Mitsubishi. Mitsubishi. Мынау японский. Кейбіреулері немецкий, кейбіреулері японский. Енді бұл заттың мысалы арзанында бар, қымбатта бар. Әрине, Mitsubishi ат айтты ғой енді. Ат айтты. Қымбат болғаннан кейін ұзаққа шыдайды. Щеткалар қаяқ итальянскийде бір естігенім де мен? Жоқ, щеткалар осында қосылады. Мына жерде пружина бар. Пружина бар мына жерде. Бана қатты давление берген кезде давлениені регулировать етіп тұрады. Сіз қанша жерден қатты басып жіберсеңіз де кілемге зиян бермеу үшін. Кілемнің орысына. Ekranda yine aynısı 12'de. Ekran ne? Bu жерде не? Дисплей не işet mi? Masada ekran görüntüsü. Қосылды. Міне. Старт, стоп. Hakan biz burada kontrol ediyoruz. Oldu, мощный. Көрініп тұр. Бірақ қана кнопканы басасыз, старт, бітті. Қалған өз істейді. Қалған бәрі өз істейді. Сіз мысалы обедке кетіп қалдыңыз, бірақ кетіп қалсаңыз, оборудование кілем біткен соң өз тоқтайды автоматически. Мынаның бәрі бағана. Нержавейка. Нержавейка, мынаның бәрі сенсормен істейді. Кілем кірген кезде сигнал болады. Su bәрі автоматически қосады. Кілем біткен кезде суда тоқтайды. Кейінше Panoyla gösterelim abi. Кейінше мынандай нереге бір сұрақты. Форсункалар бар ғой мыналар. Бізде су бар, фильтр жоқ қой енді былай. Не оқамай толқамай ма ертең форсункалар? Толқасам мына жерде мысалы ключ саласам, мына жерін ашасыз, продувать етіп жібересіз болды. Или фильтр қою керек па? Енді фильтр қойған соң обычный фильтр емес, сразу смягчитель фильтр қойған дұрыс та? Bunlar şu. Otomatik açıp kapatmasını sağlıyor. Автоматически ашып, автоматически қосылады. Подача воды. O da hava, otomatik yine. Мынау да пневматика, тоже автоматически. Щеткаларды көтеріп түсіру үшін. Bu da tazik motoru abi. Мынау ополаскиватель моторы мынау. Енді былай Шаюға арналған да, крем шайыр. Deterjan deposu bu. Мынау астында шампунь. Шампуньдікі. Мына жаққа мысалы отбеливатель, мына жерге пятноводитель, мына жерге шампунь. Бөлек-бөлек құйасың ғой. Бөлек-бөлек құйсаңыз да болады, өзі керегін ала береді. Керегін алады, иә.
мына фильтр мына жақта бар, мына фильтр сұрайсыз ғой, міне бағана бітеліп қалады деген сұрағыңызға жауап, пожалуйста. Мынау енді суды жұмсартпаса да мелкий бағана құм сияқты нәрселерді сақтайды. Иә, енді смягчитель деп айта алмаймын мен. Смягчитель фильтрлары өте үлкен болады. Оны дополнительно қойсаңыз. Анау форсунка кершер сияқты, автомойкадағы сияқты шая ма? Су беріп тұрады. Давлениемен, иә, давлениемен. Оның помпасы міне мынау. Так, банк моторunu göstereyim onu gördün mü? Одан кейін астында бағана щеткалар көріп тұрсыз ғой? Роликовый щеткалар. Олар бағана бетіндегі ғана қылы-мылы бағана суды шаю үшін итеруге айналған. Bank motorunu gördün mü? Мынау лентаны. Қандай бар? Pervanesi. Bu makine komple konveyörün içinden bak. Мынау бағана лентаны айналдыратын мотор. Мынау бағана редуктор көріп тұрсыз қандай Üstüne үлкен. pervane koyduk soğutması yaptık. Soğutma yapması. Үсті дополнительно қыз кетпесін деп дополнительно вентилятор қойылған. Көрдіңіз ба? Дополнительно. Қосымша. Енді мынандай сұрақ. Көбісі айтады да бағана Ерболдың сатып жатқан бағана оборудование смесен макина қымбат. Неге қымбат деп? Иә. Енді сіз өзіңіз де мені клиентімсіз, өзіңіз де алып жатсыз. Көрініп тұр ғой қымбат болғанда міне. Әшейін қымбаттамайды. Оборудованияға каждый қосылған детальдің бәрі бағана мынау нержавейка. Иә. Мынау нержавейка. Иә, бұны обычный металлдан сисалға, обычный болттан сисалға да болады. Бірақ шірейді. Әр нәрсе бет қосылған сайын, майда шүйде қосылған сайын бұның бәрі ана оборудование құнын қымбаттатады. Сол үшін ол қымбат, әшейін қымбат емес. Иә. Мысалы бағана ананың үстіне вентилятор қоймай қойса да болатын еді. Сол бағана бір жарты жылдан кейін сіздің редукторыңыз қызып кетеді, одан кейін барып бағана айқай-шу басылады. Айқай-шу басылады, гарантия қайда, анау мынау деп. Ол обязательно ғой. Басқа, мына жерде мына апаласпен щетка бар. Ең артына крем жуып болғаннан кейін мынау уже шаюға арналған. Бетіндегі бағана қылды, нелерді бағана итереді. Жиіп шығады, иә. Сосын мына жақтан дополнительно мына форсункадан су береді шаю үшін. Мынаның бәрі сенсор. Сіз қай жерге бағана регулировканы қойсаңыз, регулировка бағана компьютерден жасалады, монитордан. Сол жерге дейін ғана келеді. Мысалы, мына жерге дейін келдіңізде, мына жерге келетін автоматически тоқтап қалады. Бүкіл щеткалар солай. Басқа қандай нюанстар бар? Мына корытамыз 4 метрге арналған. Бағана клеміміз 4 метрге замачиватель үшін деген. Қош болдық abi. Hasan abi. Nasılsınız? Hoş olduk abi. Басқа қандай нюанстар бар? Кейін Мынаның бәрі предусмотрены. Deterjan motor. Иә, бұл бағана химикат шампундарымыз, растворларымыз құюға арналған. Бұл әшейін бағана жасала салған, именно дайын бакқа қойып Bunlar салған. rulmanları abi bak. Bunlar hepsi krom. Мынаның бәрі бағана хром. нержавейка. Иә, нержавейка. Мына жерде бүкіл давление бәрін мына жерден көріп тұруға болады. Егер мына жерде видео түсірсеңіз болады. Бүкіл бағана давлениялар. Көрдіңіз ба? Енді бұны мысалы ерге былай ғой, бұны өзіміз қоя алмаймыз ғой барғанда. Бұл адам келу керек қой негізі. Şimdi bu makine değil arkadaşlar inşallah sağ sağlam ulaştı. Kömürü yaptı, indirdik. Türkiye'den bir usta gönderirsiniz. Evet. Doğru mu? Evet. Türkiye'den Teknik kelime. Ya ustasının teknik servis kilit. Yolculuğu, yatması her şey müşteriye ait. Ne zaman istersen. Kaçan kalaysız, yolun, yatатын жерін ustanın Türkiye'den gelетін kütüp alуы бәрі сатып алушыға жүктеледі. Сол жерде келіп, 1-2 күннің ішінде kaç günde bunu kuracak? Bunu muhtemelen sabah başlasın bir sonraki gün teslim ederiz. Мысалы дейді, таңертең бастаса дейді, 20 күні түске таман уже бітіріп береді. 12-13 saatte biter. 12-13 сағатта құрылғаны бітеді. Bir günde daha eğitimini verse, bir günde tağada үйретіп кетсе, қайсысын қай жерге басады, қалай жуады, қалай қосады деген. Şeyler Rusça yazdık. Программасын полностью мен өзім орысша тілге аудардым. Құдай қаласа қазақшаға да аударам. Бірінші енді бастапқы кезде орысша, түркшеден орысшаға аудардық, енді қазақшада аударсақ. Bak şunlar sensörler abi. Bunlar bәрі sensör. Hepsinde var. Bunlar halı altına girdiğinde bu boru kalktığı için halı altında varmış gibi komut alıyor. Sırası gelen grup çalışıyor. Haberleşmeyi sağlıyor. Мынаны түсіндірейін, бағана көбісі ойлап жатқан шығар. Қалай өзіне өзі щетка қосылады, қалай өзіне өзі өшеді деп. Ол жерде ешқандай бір үлкен сыр жоқ. Мына клем бұның ішіне кірген кезде клемнің өзі биіктігі бар. Сол биіктік мына цилиндр көтереді. Цилиндр көтерілген кезде мына жерде мына сенсор соны байқайды. Байқаған кезде астына клем келді деген сөз, щеткаға сигнал беріледі, щеткалар қосылады. Одан кейін клем біткен кезде, конвейерден былай жүріп отырады ғой. Біткен кезде мына астына қарай басады да сенсордың үстін жабады. Сенсор жапқан кезде автоматически бағана щеткаларымыз көтеріледі, одан кейін бар өшеді. Мынау клемді айналып кету деген жоқ десеңізші былай айтқанда. Клемді айналып кету ол бағана сенсорге байланысты нәрсе емес, ол басқа тема, оны мен кейінірек түсіндіремін, ол не үшін айналып кетеді. Одан кейін бағана суда, шаюда, щеткада бәрі осы сенсорге байланысты. Ол бағана пайдасы тоққа біріншіден, енді Қазақстанда